Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Қр еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ерекше қажеттіліктері бар адамдарға инватакси қызметін көрсету кезінде такси агрегаторларын пайдалану жөніндегі пилоттық жобаға бастамашылық жасады деп хабарлайды Бақ.кз. Бүгінде мүгедектігі бар адамдарға инватакси қызметін көрсету бойынша көптеген сұрақ туындауда. Мысалы, азаматтарға қызмет алудан бір күн бұрын телефон арқылы жазылу қажет. Бұл өз сапаларын алдын ала жоспарлауға, инватаксиді күтуге мәжбүр етеді. Инватакси қызметтерін ұсыну үшін көлік құралдарының жетіспеушілігі және тағы басқа мәселелер де бар. Осы мәселелерді шешу және қызмет көрсету сапасын арттыру үшін еңбекмени әкімдіктермен бірлесіп инватакси қызметтерін ұсыну тетігін өзгерту туралы шешім қабылдады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.